Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайын болатын пирог түрін ұсынбақшымын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасауға кеңес етемін. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызды ыдысымызға салып аламыз. Сары майымыздың үстіне ұнымызды салып, ұнтақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде пирогымыздың дайындалатын барлық қоспаларын мен осы видеоның астына жазып кететін боламын. Сол жақтан қарап, сіздерде жасай берсеңіздер болады. Осы ұнымызды майдың үстіне салып болғаннан кейін жұмсақ әрі ұнтақ болып келетін қамыр илейміз. Ұнтақталған қамыр болып шығу қажет. Мінекей достар, бізде ұнтақталған қамыр шықты. Енді осы ұнтақталған қамырдың үстіне қамыр қопсықышты салатын боламыз. Бұл бізде бір шай қасықтай болады. Және де қантымызды саламыз. Және бір дана болатындай жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде жұмсақ қамыр шығу қажет. Қатты ғып араластырмаңыздар, жәймендеп бір-біріне біріктірсеңіздер болды. Сол кезде жұмсақ қамыр шығатын болады. Мінекей біздің қамырларымыз дайын болды. Осылай жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Енді осы қамырларымызды салафанға салып, холодильникке кем дегенде жарты сағат көлемінде қойсаңыздар болады. Осында жұмсақ әдемі қамыр болып шығады. Бізде жарты сағат көлемі өтті. Енді осы қамырларымызды осы формаға салатын боламыз. Яғни осы тапамызға саламыз. Әдемілеп барлығын біркелкі қылып жайып аламыз. Одан кейін қалған жарты қамырды жан-жағына әдемілеп оны да құрастырып шығамыз. Осылай барлығын қолымыздың көмегімен біркелкі қылып жайып шығуымыз қажет. Біздің қамырларымыз біркелкі болып жайғасты. Енді осы қамырларымыздың шеттерін шанышқының көмегімен осылай тегістеп шығамыз. Сол кезде қамырларымыз біркелкі болып шығады. Осылай жан-жақтарын тегістеп әдемілеп шығамыз. Мінекей қамырларымызды дәл осылай жайғастырып шығамыз. Енді осы қамырлардың ортасына осындай мейіздарымызды салатын боламыз. Негізінде әртүрлі нәрселер салуға болады. Мен осылай мейізді және де жаңғақты салдым. Және осы мейотқа араласқан, балға араласқан, тағы да ішінде мейізі бар, кепкен өрігі бар, соларды да қостым. Ол бізде балға араласқан, үйде тұрғандықтан осыларды да қосып жібердім.
Бұл бізде медқа араласқан, яғни балға араласқан мейіз дарымы және кепкен өріктеріміз, ішінде дәндері де бар, жаңғақтары, яғни соларды да осылай барлығын қосып салып жібердім. Одан кейін осылардың үстіне біз үзгіш шөңкемізді құятын боламыз. Барлығын тегістеп құйып шығамыз. Үзгіш шөңкенің мөлшерін көп қоспаңыздар, кішкене ғана қоссаңыздар болды. Ол қазір піскен кезде көп болып жаңағыдай шығатын болады. Сондықтан орташа қылып қосыңыздар. Барлығы қазір пешке салған кезде бірігіп барлығы араласады. Неге барлығын осылай құйып болғаннан кейін, енді осыны пирогтарымызды 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің пирогтарымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты, иісі өте керемет болып шығып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.